Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде еңбек сабағы. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қағазды кесу, қағазды тік сызықпен кесу, тік жолақтарды кесу, жұлдыз құрт бұйымы. Бүгінгі күннің реті 20 мамыр. Мен пән мұғалімі Жадыра Болатқанқызы. Алдымен мынандай жұмбақ шешіп көрейік оқушылар. Денесі буылтық, сырты жасыл түк. Денесі буылтық, жәндік, және оның сырты жасыл. Ол не деп ойлайсыңдар? Әрине, ол жұлдыз құрт. Біз бүгін түрлі түсті қағаздан жұлдыз құрт жасайтын боламыз. Алдымен қауіпсіздік ережелерін сақтап алайық. Біз қайшымен және желмен жұмыс жасайтын болғандықтан, қайшымен жұмыс жасаған кезде қайшыны суреттегідей ұстау керек бізде, ұстайтын жерінен, дөңгелек жерінен. Ал берген кезімізде де сол дөңгелек жермен келесі адамға береміз. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды, және оны өзінің арнайы құтысына салып қою керек. Желіммен жұмыс жасаған кезде желімді ашық қалдыруға болмайды, кеуіп кетеді. Сосын оны жалауға немесе киімге жағуға болмайды екен. Ол тек қағазды жабыстыруға арналған еңбек құралы. Жақсы. Келесі бізге керекті құралдар. Мынау қызыл түсе, көк түс, қызғылт сары түс, ашық жасыл түс және сары түсті, түрлі түсті. Сіздерде қандай түрлі түсті қағаздар қалды, сонымен жасауға болады екен. Одан кейін желім және қайшы керек екен. Осылай алдымен қағаз жолақтарын қиып аламыз. Ата-аналар карандашпен сызып берсе, біздің оқушылар қия алады, қиюдағысы жәймендеп қалыптастырып жатырық. Мінекей қағаз жолақтарын қиып аламыз. Одан мынандай дөңгелектер жасаймыз желімдеу арқылы. Одан кейін бір жасыл түсті қатты қағаз алсақ, бұл жапырағы, жұлдыз құрт жапырақтың үстінде мекендеп тұрған газ жасайтын боламыз. Жапырақ жасыл түсті. Одан кейін мінекей мынандай үлгіде жаңа дөңгелектерімізді осылай жабыстыруымызға болады, төменнен жоғары қарай. Мінекей біздің жұлдыз құртымыз дайын болды. Біз ондай жұлдыз құртты мектепте жасадық, бұл қайталау тақырыбы ретінде қиын болмас үшін қашықтан оқыту кезінде мінекей осылай клейлейміз, желімдейміз. Одан кейін мінекей бас бөлігін белгілеп, оның көзін, аузын, мынандай қағаздан құлағын салуға болады екен. Мінекей біздің жұлдыз құртымыз дайын. Сау болыңыздар. Мен сіздерден кері байланыс күтемін.